Қадірлі оқушылар, қазір параллелограмм темасы бойынша практик ілішімізді башлап жіберейік. Бірінші мәселе. Параллелограмның периметрі 48 сантиметрға тегіз. Бір яғы екіншісінен 3 сантиметрға ұзынырақ болса, параллелограмның яқларын табығыз. Мәселенің шарты бойынша ABCD параллелограммы берілген. Оның периметрі 48 сантиметрға тегіз. AB яғын X деп тамғалайық, екінші яғы 3 сантиметрға ұзынырақ. Демек, AD яғы X плюс 3-ке тегіз. Параллелограмның өзлігі бойынша AB һәм CD яқлары тегіз. Демек, CD яғын шулай X деп тамғалай алабыз. AD яғы BC яғына тегіз. Демек, BC яғы шулай X плюс 3-ке тегіз бола. ABCD параллелограмның периметрін тапсақ, яғни AB, BC, CD һәм AD яқларының ұзынлықлары суммасын есеплесек, тегізлеме келіп шыға. Яғни X қошам X плюс 3, қошам X, қошам X плюс 3. Һәм мәселенің шарты бойынша бұлар 48-ге тегіз. Әліге тегізлемені шешіп, X-ны тапсақ, X 10 ярымға тегіз бола. X ол AB һәм CD яқларының ұзынлықлары. AD һәм BC яқларын табасы қалды. BC һәм AD яқлары 10,5-тен 3 сантиметрға зор. Яғни 10,5-ке 3-ні қошсақ, 13,5 келіп шыға. Демек, мәселенің жауабы. AB һәм CD 10 ярым, BC һәм AD яқлары 13 ярым сантиметрға тегіз бола. Икенче берім. ABCD параллелограмның диагоналлары O ноқтасында кесішелер. Параллелограмның периметрі 12 сантиметр, BOC һәм COD үшбашмақларының периметрлары айырмасы 2-ге тегіз. Параллелограмның яқларын табарға. Демек, мәселенің шарты бойынша ABCD параллелограмы берілген, AC һәм BD диагоналлары O ноқтасында кесішелер, һәм ABCD параллелограмының периметрі 12-ге тегіз. BOC һәм COD үшбашмақларының периметрлары айырмасы 2-ге тегіз. Параллелограмның AB, BC, CD һәм AD яқларын табарға керек. Мәселенің шарты бойынша BOC һәм COD үшбашмақларының периметрлары айырмасы 2-ге тегіз. BOC үшбашмағының периметрі BC плюс CO плюс OD суммасына тегіз минус COD үшбашмағының периметрі CO плюс OD плюс CD-ға тегіз. Шушы айырма 2-ге тегіз. Жейелеріні ашсақ, BC плюс CO плюс OD. Жейе алдында минус тұрғаш, қапма қаршыға өзгері тамғалар минус CO минус OD минус CD. Һәм шушлар барысы да 2-ге тегіз. Ол шырақта CO һәм CO бітірішелер. Шулай OD минус OD бітіріштілер, яғни BC минус CD 2-ге тегіз келіп шыға. Бұл тегізліктен BC-ның CD қошам 2-ге тегіз деп жазалабыз. ABCD параллелограмының периметрі 12-ге тегіз. Башқаша yazғанда AB плюс BC плюс CD плюс AD яқларының ұзынлықлары суммасы 12-ге тегіз келіп шыға. Параллелограмның қапма қаршы яқлары параллель һәм тегіз дейдік. Демек, һәм шул ук ширатта BC CD плюс 2-ге тегіз болды. Бұл тегізліклерді алыштырсақ, нәрсе келіп шыға? AB қошам CD қошам 2 плюс CD плюс AD тегіз 12-ге. Шулай ук AB һәм CD яқлары тегіз.
ады өз чиратында ул бытсыға тигез. Бытсы цды плюс 2-ге тигез болды. Әлеге тигезлемені цдыға қарата шешіп тапсақ, цдының 2-ге тигезлігі келіп шыға. Цды яғын таптық, демек абы яғы шулай ук 2-ге тигез. Бытсы цдыдан 2-ге зор, яғни бытсы 4-ге тигез, һәм шулай ук ады яғы 4-ге тигез. Мәсәләнең җавабы абы һәм цды яклары 2-ге, бытсы һәм ады яклары 4-ге тигез килеп чыкты. Шуның белән параллелограмм темасы буенча онлайн дәресебез тәмам. Татарча онлайн мәктәптә киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.